Менің ойымша Перейра тағы да жеңіске жетеді. Білесіз бе, жауынгердің белгілі бір қарсыласын жеңудің кілтін тапқан сәті болады. Алекс аянбай еңбек етуде. Мен оған жанкүйермін, және ол тағы да жеңеді деп ойлаймын. Енді бәрі Адесанияның жеңілісті қалай қабылдағанына байланысты. Ол бұл жеңілісті мәжбүрлі түрде қабылдайды. Өйткені Алекс Перейра ММА-ға келіп, осынша жетістікке жетіп, оны жеңгеннен кейін Адесанияны бұл менталды түрде сындырып тастауы мүмкін. Немесе ол өзін басқа қырынан көрсетуі де ғажап емес. Өйткені болары болып бояуы сіңді. Ол оған жеңіліп қалған. Бұл жекпе-жекке чемпион емес, чемпиондық белбеуге үміткер ретінде шығады. Ешқандай ауыртпалықты сезінбеуі де мүмкін. Сондықтан біз өзіне сенімді және еркін Адесанияны көреміз деп ойлаймын. Менің ойымша Изиге бұл жеңіс керек. Тек қана титул үшін емес, өзінің жеке себептері де бар шығар. Ол бұл жігітпен бұған дейін 3 рет төбелесті, ал бұл 4-шісі. Сондықтан да ол ақылға салып, бірінші жекпе-жектегі жетістіктерін қайталап, жекпе-жекті контрольда ұстаса, төрешілер шешімімен жеңіске жетеді деп ойлаймын. Адесanya Алекске өте ыңғайлы қарсылас деп өткен жолы айтқан едім. Менің ойымша бұл жолды жеңеді. Және Алекспен жекпе-жек мен үшін жақсы болар еді. Уақыт өте мен онымен төбелесуге мүмкіндік аламын деп ойлаймын. Сонда Майамидегі рематчқа болжамыңыз қандай? Иә, Алекс оның тағы да көтін айырады. Білмеймін. Адесanya өткен жекпе-жекте өз картасын ашып қойған сияқты. Ол бұл жолы күрес жағынан қатты дайындалып жатқанын білемін. Бірақ Перейраны күреске салу өте қиын. Олар бәрібір аяқта тұрып төбелеседі деп ойлаймын. Бұл рематч Адесanya үшін асығыстық сияқты. Өйткені 6-8 ай дайындалып, содан кейін барып бұл рематчты алғаны дұрыс еді.